Сөз дене шынықтыру пән мұғалімі Тюмекулов Қайрат Абдукаримовичке беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Көрініп тұр ма? Мен Тюмекулов Қайрат Абдукаримович, Алматы қаласы Жетісу ауданы номер 110 мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Менің авторлық бағдарламамда қызықты дене шынықтыру сабағы және жеңіл атлетиканың тиімділігі деген тақырыпта назар аударуларыңызды сұраймын. Жеңіл атлетика мектеп оқушылары үшін тек физикалық белсенділіктің бір түрі ғана емес. Олардың денсаулығын нығайтуға, психологиялық тұрғылықтан арттыруға, жалпы өмірлік құзыреттілігін дамытуға мүмкіндік беретін әмбебап құрал. Ең алдымен жеңіл атлетика қозғалыс белсенділігін жүйелі түрде ұйымдастыру арқылы жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысын жақсартады. Тыныс алу жүйесін күшейтеді және бұлшықет аппараты мен сүйек құрылымын бекітеді. Жеңіл атлетика жаттығулары адам организмінде бұлшықеттердің үйлесімді дамуына ықпал етіп, физикалық белсенділігі төмен адамдарда кездесетін метаболизм баяулауы және семіздік қаупін азайтады. Бұған қоса жеңіл атлетика көбінесе жергілікті құрал сайман, арнайы жабдықсыз және жүргізілуге болатын жаттығулар болып келеді. Жүгіру, секіруден кеңістікке секіру. Жарыс жолдарындағы жаттығулар осылар оқушылар үшін қолжетімді әрі қызықты. Бұл өз кезегінде сабақтарда оқушылардың мотивациясын арттырады. Олар белсенді түрде қатысу, жасөспірімнің үйлестірімділік пен икемділікті дамытудың таптырмас тәсілі. Мысалы, секіру және мақсаты бар жүгіріс жаттығулар баланың реакция жылдамдығын, қозғалыс бағдарын және өз-өзіне сенімділігін арттыра. Мұндай сипаттар жасөспірімдерге маңызды, өйткені мектеп кезеңі оқушы үшін тек академиялық білім ғана емес, өз-өзін ұстау, физикалық және психологиялық өзін білдіру. Осы тұрғыдан қарағанда жеңіл атлетика сабақтары арқылы үйлеседі. Педагогикалық тәжірибемде жеңіл атлетикамен сабақ жүргізгенде оқушылардың топтық жарыс, эстафета түріндегі жаттығуларына ерекше назар бөлемін. Мұнда олар бір-біріне сенім артады, командалық рух қалыптасады және жеңіске бірге ұмтылады. Бұл тек физикалық қасиеттерді нығайтумен қатар ынтымақ, қатынас, жауапкершілік рөлдерді бөліседі. Қызықты дене шынықтыру және жеңіл атлетиканың тиімділігі тақырыбындағы курс бағдарламам осы. Назар аударғандар